Маңғыстау облысы көлемінде ағымдағы жылдың 23 тамызынан қыркүйек айының 9 жұлдыз аралығында екі кезеңде абайлаңыз балалар атты жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Бірінші кезең тамыз айының 23 мен 31 тамыз аралығы, екінші кезең 1 қыркүйек пен 9 қыркүйек аралығында. Іс-шараның басты мақсаты балалар жол көлік жарақатының алдын алу, жол көлік оқиғаларын болдырмау болып табылады. Жол жүру ережелерін түсіндіру жұмыстары. В преддверии нового учебного года проводится акция «Внимание, дети». Памятка для родителей, пожалуйста. И вот для детей. У нас проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети» 23. Будьте внимательны, это правила дорожного движения. Ты должен знать, как нужно переходить дорогу. Ты знаешь правила дорожного движения? Правильно, нужно достать, подождать и ждать.